نبي نبي يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خليل يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب يا نبي الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала Алла тағаланың қасиетті мешітіне баршамыздың алыстан жақыннан басып келген қадамдарымызды Алла тағала сауаптан жазғай. Құрметті жақсылар, мен альхамдулилля еліміз тыныш, жұртымыз аман, осындай тәуелсіз мемлекетімізде Алла субхана ва тағаланың жақсы көретін мешітінде Алланы ұлықтау, осындай бір нығметін көріп жатырмыз. Бұл Алла тағаланың біздермен сіздерге берген үлкен бақыты. Біздер бұны бағалап, Алла тағалаға шүкірлік жасап, осы мешітке көп келуіміз керек. Өйткені Алла субхана ва тағалаға нығметтеріне шүкірлік қылу ол амалмен болады. Шүкірлік сөзбен болады және амалмен болады. Алла тағала осындай зәулі мешіт беріпті. Бұл мешітті интернеттен көретінбіз. Керемет мешіт, сыртқы көрінісі. Аллаға шүкірлер болсын, осының ішіне келіп көруді нәсіп етті. Міне сіздер бақыттысыздар, осындай керемет зәулім мешітте маңдайыңызды сәждеге тигізіп, Аллаға құлшылық өте үлкен бақыт бауырлар. Құрметті жақсылар, біз Аллаға шүкір сондай бір бақытты халықпыз. Біздің жеріміздің асты да байлық, үсті де байлық, бірақ одан да үлкен байлығымыз біздің иман байлығымыз бар. Алла субхана ва тағаланың 40 парызын орындауға мүмкіншілік жасап, Алла тағала бізге тәуелсіз мемлекетімізді берді. Күн санап осындай зәулім мешіттеріміздің саны көбейіп келе жатыр, Аллаға шүкір. Құрметті жақсылар, біз жақында ғана қасиетті Рамазан айын біз шығарып салдық. Байқасаңыздар, соңғы тарауихтың соңғы 10 күнінде тәсбих дұғасының өзі сөздері өзгере бастады. Әл-фирақ деген сөздер қайталадыңыздар ма? Оның мағынасы қоштастық, қош бол. Рамазан, қош бол. Қасиетті тарауих, қасиетті оразалар, қош бол деген сөздерді қайталадық біздер. Құрметті жақсылар, әрине келесі Рамазанға аман есен ел болып, халық болып жетуді Алладан сұраймыз. Бірақ Алла оны кімге нәсіп етеді, ол өзі біледі. Әрқайсымыз өзіміздің тағдырымыз бар, өміріміз бар. Сахаба радиаллаху анхумдар Рамазанға 6 ай қалған кезде дұға қылатындығы жайында кітапта келеді. Балиғна Рамадан, я Раббым, бізді Рамазан айына жеткізе көр. Қасиетті Рамазан айына жеткізші деп 6 ай дұға жасайтынбыз дейді. Рамазан айы біткеннен кейін 6 ай бойы, я Рахман, біздің қасиетті Рамазан айындағы құлшылықтарымыз, дұғаларымыз қабыл болса екен деп 6 ай дұға жасайтынымыз деп келеді. Құрметті жақсылар, біз қасиетті Рамазан айында Рамазанға дейінгі өміріміз қалай болған өзімізге мәлім. Енді Рамазаннан кейінгі өміріміз сол Рамазан айындағы құлшылықтың деңгейінде ұстап қолға біз әрекет жасауымыз керек екен. Мамандардың айтуынша біздер пендеміз. Алла тағала Құран кәрімде «Антум фуқара илаллахи валлаху ғаниюн хамид» дейді. Сендер Алланың алдында өте міскін, пақыр, әлсіз пендесіңдер дейді Алла тағала. Бірақ біліңдер, ең күшті бай болған ол Алла дейді. Сол міскін, пақыр біздер тіпті қолымыздағы ұстап жүрген мынау телефонның да әлсіз екендігімізді мамандар ескертіп жатыр. Өйткені қолымыздағы телефон кешке дейін қуаты жетеді. Түнімен зарядка тұрады ғой телефонымыз. Таңертең ұстаймыз қолымызға, кешке дейін әуте телефон жетіп жатыр қуаты. Ал пенделерге Алла субхана ва тағала бір күнде 5 мезгіл намазды парыз етті дейді. Ол біз телефонның қуаты әлсіреген секілді біз намазға әлсіреп келеміз. Біздің неміз әлсіреп кетеді екен. Намазға келген кезде біз қуат алып қайтамыз. Қайтадан иманымыз көтеріліп,
қайтадан Раббымызды есімізге алып, пенде екеніміз тәубамызға келіп, қайтадан өмір тіршілігіне араласа бастаймыз. Міне кеше қасиетті Рамазан айында бауырлар, Алла субхана ва тағала өз мейірімімен, өз рахымшылығымен Алла тағала бізге Рамазанды берді. Алла субхана ва тағала осы Рамазан айында Құранды түсіруімен бүткіл айлардың ішіндегі сұлтаны болып кетті дейді мамандар. Рамазан айы бүткіл айлардың ішіндегі сұлтаны Рамазан айы. Не үшін десе, Рамазан айында не түскен екен? Құран түскен екен. Рамазан айы ішінде Қадір түнінде Құран түскендіктен түндердің ішіндегі ең сұлтаны ол Қадір түні болып кетті. Адамзаттың ішіндегі асыл тәжі Пайғамбар алейхиссаламға Құран түскендіктен Алла субхана ва тағала Пайғамбар алейхиссаламды бүткіл жаратылыстың ішіндегі ең абзалы қылды. Пайғамбар алейхиссаламды. Міне осы құрметті жақсылар, қасиетті Рамазан айында біздер қариялардың ардында тұрып, осы 30 параны тыңдауды Алла нәсіп етті. Құранды күндіз қолымызға ұстауды нәсіп етті. Түнде тарауақта тұрып, қаридың артында тұрып, Құран тыңдауды Алла нәсіп етті. Алла кімге нәсіп етті, кімге нәсіп етпейді, ол өзі біледі. Бірақ Алла тағала бізге нәсіп етті, құрметті жақсылар. Міне осы қасиетті Рамазан айынан кейін де біздер Құранды қолымызға ұстауды әдетке айналдыруымыз керек екен. Құранды тастамау керек. Міне елбасымызға Алла қуат берсін, біз мәңгі ел боламыз деп біздің жолымызды айқындап берді. Мәңгі ел болу үшін бұл мемлекетте Құранның, Алланың мәңгі Құраны тұру керек. Біздің отбасымыз тыныш болуды қалаймыз баршамыз. Балаларымыздың салиқалы болғанын қалаймыз. Үйімізде Құран тұру керек. Балаларымыздың қолында Құран тұру керек. Араб мемлекеттерінде көрдік, әрбір көліктің ішінде Құрандарды көрдік. Көліктің ішінде Құран тұрады. Пробкаға түскен кезде Құран ашып отырып отырады. Құрметті бауырлар, міне кеше бір ай бойы бір бауырларымыз бір хатым жасады. Бір бауырларымыз көбірек әрекет жасап, 2 мәрте хатым қылып жатқандар болды. Қабыл болсын иншалла. Басқа айларды да осы жақсы үрдісті бауырлар бізде жалғастырғымыз келеді, соны айтқымыз келеді. Өйткені Құранның әрбір әріпіне Расул алейхиссалам 10 сауаптан жазылатындығын айтқан. Алиф, лам, мим 3 әріп болғанымен, бұл үшеуі Бақара сүресінің алғашқы аяты болғанымен, бұл үшеуі бір әріп емес деді Расул алейхиссалам. Алиф бір әріп деді, лам бір әріп, мим бір әріп деді. Алиф, лам, мим десеңіз қанша сауап алдыңыз? Осы мезетте 30 сауап алдыңыз. Ал ол 30 сауап келесі бір аятта ол 500-ге көбейтілетіндігін айтқан. Арғарай мәшалла, арғарай қияметке дейін Алланың қалағанына шейін сауаптың көбейтіндігін айтқан. Құрметті жақсылар, мына шыбын жан деп айтылады ғой енді. Денемізде Алланың берген сол жанымыз денемізді тастап кетпей тұрған кезде біздер көбірек Құран оқып қалайық. Өйткені денемізден жанымыз шығып кеткен кезде субханалла деген сөз айта алмай қаламыз. Намаз оқи алмай қаласыз. Ораза ұстау болмайды ол жерде. Міне денемізде жанымыз бар ма, біздер тіліміз қазір калимаға, Құран оқуға келіп тұр ма, оны көбірек пайдалануымыз керек екен. Мамандардың айтуынша, қазіргі күнде мына қоғамдағы үлкен дерттің бірі мына телефондар айтып жатыр. Телефон. Осы телефон адамдардың арасындағы мәмілені әлсіретті деп жатыр мына мәселе. Қай қала екен айтпай қойын, бір қалаларда қазір осы телефоннан арылтатын орталықтар ашылды. Адамдар ақшасын төлеп, тізімге жазылып, сондай курстар қабылдап жатыр. Яғни өзінің телефонына тәуелді болып қалған адамдар осыдан құтылатын жол іздеп жатыр. Сөйтіп ақша төлеп, сондай курстар қабылдап жатыр. Мамандардың айтуынша, сыртқа бармай қойып, елімізде орта есеппен алған кезде, орта есеппен күніне 3 сағат қарайды екен телефон. Көпшілігіміз. Енді 3 сағаттан 360-қа көбейткен кезде 45 күн шықты бауырлар. Яғни бір жылда 45 күн тоқтамай телефон қараған адам болып шығасыз. Күніге 3 сағаттан қарай берсеңіз. Құрметті бауырлар, қарайық телефонда. Пайдалы нәрсе болса, бір өзімізге, білімімізге білім қосатын ба бір. Бірақ беталды бос нәрседен бауырлар бізде телефон ықтият болуымыз керек екен. Өйткені Алла субхана ва тағаланың өлшеп берген өмірі өте қысқа. Сол өмірімізді кеше Рамазан айында қалай сүру керектігін Алла тағала бір ай бойы бізге көрсетіп берді соны. Рамазан айында барынша біз тыйылдық. Тек қана ішіп жеуден емес, жаңағыдай
бос нәрсенің бәрін тастадық. Солай ғой. Қолымыз босағандар Құран оқыды. Қолы босамағандар бір пайдалы сөз айтып жатты бір-біріне ораза жайында. Міне құрметті жақсылар, біздер осы қасиетті Рамазан айында қолымызға Құран ұстадық. Осы Құран біздерді отбасымызда бақытқа жетелейтін Алла Тағаланың кітабы екен. Худаллил муттақин дейді аятта. Білдір, Құран сендерді тақуалықпен тура жолға бастайтын ғана кітап ол дейді. Құран. Қасиетті Рамазан айында біздер қайырымдылық жасауды көбірек іске асыруға әрекет жасады. Көп адамдар осы Рамазан айында зекеттерін беруге тырысады. Мұқтаж жандарға зекетін беріп жатады, қайырымдылық жасап жатады. Қабыл болсын. Өйткені Рамазан айында ол бірнеше еселенеді сауабы. Басқа айға қарағанда Рамазан айының ерекшелігі сондай. Хадисте келгендей Расул айтады: қасиетті Рамазан айының құрметі үшін нәпіл құлшылық жасайтын болсаңыздар, парыздың сауабын аласыңдар деген. Мешітке келдіңіз, 2 ракат нәпіл намаз оқыдыңыз. Сіз 2 ракат қандай сауап аласыз енді? Парыз сауабын аласыз деді. Ал парыз орындайтын болсаңыздар, деді Пайғамбар алейхиссалам, онда 70 парыздың сауап алатындығымыз айтқан. Не үшін десеңіз, қасиетті Рамазан айында сондай сауаптың акциясы жүреді біздің тілмен айтқан кезде. Алла Тағала міне осы Құран түскен ай болғандықтан осы бір ай көлемінде Алла Тағала осындай мол сауапқа кенелуге нәсіп қылады екен. Осы қасиетті айында көпшілігіміз қайырымдылық жасауға әрекет жасадық. Қабыл болсын бауырлар. Хадисте келген нәрсені қазақ тілінде солай деп айтқан, садақа бәлені қайтарады дейді. Шынымен садақа беру, қайырымдылық жасау жайында Расул алейхиссаламның көптеген хадистері келген. Енді қасиетті Рамазаннан кейін де бауырлар, өзіміздің жанымыздың амандығы үшін қазақ айтады: малым жанымның садақасы дейді. Ал не арым жанының садақасы дейді. Міне осы малды сондай үшін жұмсалынады. Алладан біз сол үшін ризық сұраймыз. Басқа айларда да осы бауырлар қайырымдылықты біздер барынша кеңінен жасап жүрсек, ол жақсы нәрсе екен. Сонда бір неде келеді, бір асханасы бар адам есігінен шығып қараса, бір жас бала көшеде көрінген адамдардан қолын жайып бірдеңе сұрап тұр дейді. Жаңа асхананың иесі қарап тұрады, жаңа баланы қараса, бір тіленші балаға ұқсамайды. Шынымен мұқтаж бала көрініп тұр. Сөйтіп жанына келіп: "Ей балам, саған не болды? Сен не сұрап жатсың адамдардан?" десе, жаңа баланың айтқаны: "Менің анам ауырып жатыр. Дәрігер маған мынандай дәрілер жазып берді. Осы дәрілерді табуға маған көмек сұрап жатырмын кісілерден. Мен қайтарамын бірақ оның ақшасын. Соны сұрап тұрмын" дейді. Сол кезде жаңа баланың шынымен жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді ғой. Жаңа кісі жап-жас баланың анасын ойлап, соншалықты әрекет қылып ізденіп тұрғанын көріп, мейірімі оянып, "Жүр балам" деп асханасына алып кіріп, тамағын беріп: "Сен тамақ жеп болғанша мен барып дәріханадан керек дәріні мен әкеліп беремін саған, уайымдама" деп жаңағы кісі сондай бір қайырымдылық жасайды. Алла үшін. Жаңа бала қуанып кетеді. Сол арадан 30 жылдан астам уақыт өтті дейді. Арадан. Күндердің күнінде сол жаңағы асхананың иесі болып жүрген жаңағы кісі миына қан құйылып құлайды дейді сол жерде. Сондай дәріханадан бірақ шығады. Оның сол кезде қызы болған. Сол қызы қараса үлкен ақша керек екен ота жасау үшін басына. Қызы дәрігермен келісім шартқа отырады: "Мен Құдай қаласа әкемді емханадан шыққанға дейін сіздер сұраған ақшаны тауып беремін. Сіздер бастай беріңіздер. Мен тауып беремін, ол менің мойнымда" деп қызы жылап, әкесінің соншалықты жаңағыдай етірек аяқ кеткенін қалап, дәрігерлермен неге отырды дейді, келісім шартқа отырады. Кәдімгі заңды түрде. Сөйтіп дәрігерлер жұмысын бастайды. Бірақ қыз оны ары іздейді, бері іздейді, сұрамаған жері жоқ. Үлкен ақша таппай жатыр. Сөйтіп әкесі отасы жақсы аяқталып, палатаға ауысты дейміз ғой енді. Сол палатаға ауысқан естіп, қызы келіп, әкесін көреді, кішкене көзін ашып, өзіне келе бастады дейді. Айығып жатыр ғой. Кейін дәрігердің кабинетіне кіріп, бөлмесіне: "Аға, мен әлі уәдемде тұрмын, ойлап қалмаңыз, мен тауып беремін бірақ" деп қыз қайтадан сөзін қайталап жатыр дейді. Сөзі дәрігердің айтқан сөзі: "Қызым, айналайын, сен еш нәрсеге алаңдама.
бұл ағамыздың ақшасы осыдан 30 жыл алдын төленіп қойған деп айтады дейді. Қалай сонда десе, мен баяғыда кішкентай осындай бір қиыншылық көрген бала едім. Менің де анам осындай ауырып қалған кезде сен әкең маған көмектесіп дәрі алып бал екен еді. Сол бала екен, жаңа өз дәрігер болып кеткен ғой. Сол бала есейіп, қоғамның бір азаматы болып өскен, сол бала екен. Бұның ақшасы қашан төленіп қойған дейді? Осыдан 30 жыл алдын төленіп қойған, сен іздеме деп айтады дейді. Менің бұл өзімнің борышым деп анасына сондай қайырымдылық жасағанын ешқашан жүрегінен шығара алмайтындығын айтып, жаңағы дәрігер көзіне жас алып, әкесіне рахмет етті дейді. Сол үшін құрметті бауырлар, Алла субхана ва тағала біздің қайырымдылықтарымызды осы өмірде қайтарып қояды екен. Алла ақыретімізді берсін баршамыздың. Біз Алла үшін істейміз. Бірақ Алла субхана ва тағала осы өмірдің өзінде сізде сол нәрсенің рахатын көретін қылып қояды екен. Бір сауапты істесеңіз, зиянды нәрсе істесеңіз, ол да сондай. Біреудің хаққысын жейтін болсаңыз, біреу де сіздің хаққыңызды жемейінше сіз өмірде өтпейсіз. Міндетті түрде шашыңызға ақ түсіп, кәдімгі соған жүйкеңізді тоздырып, өткен сізде біреудің уақытында жүзгесін тоздырғасыз. Қайтады ол нәрсе бәрі. Сол үшін құрметті жақсылар, міне қасиетті Рамазан айы біздерді неге үйретті? Қайырымдылық жасап, бір-бірімізге мейірімді болуды үйретті. Бірақ ол нәрсе Рамазаннан кейін де жалғасын табу керек, бауырлар. Рамазан айы біздерді қалған айларда да өміріміз қалай өту керектігінің үлкен бір деңгейге көтеріп тастады. Біздер оны істеуіміз керек екен, қайталауымыз керек. Және біз қасиетті Рамазан айында, құрметті жақсылар, мынау көбірек намазға келуді үйрендік. Қазір мамандардың айтуынша намазхандар бірнеше топқа бөлініп кетіпті. Бірнеше топтағылар 5 мезгіл оқитын, намаз оқитын кісілер екен. Екінші топтағылар жұмабайлар екен. Үшінші топтағылар айтбайлар екен. Төртінші топтағылар тарауықшылар екен. Неше топ бар екен? 4 топ бар екен. Бірақ біз үміт етеміз, бауырлар, әрекет жасайық, қай топқа жатайық баршамыз? Бірінші топқа өту керек.